Сәлем достар, менің есімім Арай Болатқызы. Бұл менің кітап блогымның кезекті түсірілімі. Үлкен үзілістен кейін мен блогымды қайтадан қолға алып жатырмын. Бүгінгі берілетін кітап рекомендациялары ол біздің жүкті аналарымызға, немесе сәби жоспарлап жүрген қыз келіншектерімізге арналады. Менің қолымда екі кітап, біреуі Лиза Мока «Роды просто», екіншісі «Первый год вместе» Татьяна Абдуллаева. Мына «Роды просто» деген кітап өте керемет кітап. Бұл жерде тек қана туу процесі немесе толғақ процесс туралы ретінде ғана айтылмайды. Бұл жерде сәби дүниеге келгеннен кейінгі алғашқы қадамдар, баланы шомылдыру, баламен бірге ұйықтау. Жаңағы бізде қазір өте модный болып кетті ғой, граница деген мәселесі. Ата әже мен келіннің, жас ата-ананың арасындағы жаңағы балаға қатысты қандай белгілі бір шекаралар қойылу керек немесе мүмкін деген сияқты бір рекомендациялар беріледі. Егер сіздің туатын болсаңыз жаңа табиғи өз толғақпен немесе кесарево жолмен босанып жатсаңыз да, бұл кітап міндетті түрде сіздің жаңағы жас ананың сөресінде тұру керек деп ойлаймын. Себебі бала бойға біткеннен кейін негізі көп аналарда қорқыныш болады, балам дені сау бола ма? Және де бізде андай стереотиптер көп қалыптасып қалған. Дәрігерлер қорқытады. Әсіресе 30-дан кейін екі қабат болып тұрмыс құрып, енді бала көтеріп жатқан кезде өте көп қорқытады. Старородка дейді. Сондай бір стигма дейді ғой, ағылшынша стигматизация болған кезде осы кітапқа жүгінсеңіз, сізді кішкене де болса сабырға шақырады кітап. Себебі аяғы ауыр ананың көңіл күйі өте fluctuating деп айтады ғой, бір орында болмайды, олар көп эмоцияға беріледі. Бір кішкентай ғана ауыр болмаса да бітті сөздің өзін олар бір найза қадалған сияқты қабылдайды ғой. Бірақ мынау кітап сондай сізге бағытталып жатқан белгілі бір нашар болсын, немесе сондай бір информациялардың потогын қорғауға өзіңізге бір щит сияқты, яғни қалқан сияқты бір сезім береді. Менің жеке басымда сондай болды. Себебі мен 30-дан асып тұрмысқа шықтым. Бір дегенде көтердім, бірақ менде егіздер болды. Мені гинекологтар көп қорқытты. Бірақ дегенмен мен осы кітапты оқу арқылы өз-өзімді сабырға шақырдым. Көптеген нәрселерді мен ашып түсіне бастадым. Себебі бұл кітаптың авторы өзі және долы болып көп жыл жұмыс істеген, яғни босанатын әйелдерге жаңағы балаларын аман есен дүниеге келуге көмектесетін болған екен. Сондықтан бұл кітап топ бірінші деп айта аламын. Ал енді «Первый год вместе» айтып өткендей, біздің қасымызда көбіне енелеріміз болмайды, аналарымыз болмайды, бәлкім алыста болуы мүмкін. Сондықтан алғаш рет баланы қалай шомылдыру, қалай емізду, гигиеналық күтімі, содан кейін маған өте пайдалы болғаны балалардың дамытуға арналған ойындары мен балалардың массажы. Бұл жерде қадам дейміз ғой, мысалы step by step дейді, осындай суреттермен қоса берілген. Енді қазір YouTube-та көптеген информация бар, бірақ мен бәлкім бұрынғы деп айтпаймын, бірақ жүйелі түрде информация алғанды жақсы көретін адам болғаннан кейін мен осы кітапқа сүйендім, тіпті мынандай беттерін белгілеп, жолдасыма кейбір нәрселерді, мысалы копиясын шығартып отырдым. И мен бүйтіп қабырғаға іліп қоятын, балаға массаж жасайтын кезде басында, енді білмейсіз ғой, соны қабырғаға іліп бүкіл әрекеттерді, қимылдарды солай жаттаған болатынмын. Сөйтіп мен енді бала 6-8 айға толғанша мен балаларды шомылдырардың алдында өзім массаж жасап отыратын. Мен баяғыда әжелеріміз жасады, өз деп ондай болмаса да баланың дамуына қажетті қол аяғын ысқылап, уқалап, осындай массаждарды оларға жасап отыратын. Осы кітаптың көмегін пайдаланып. Бұл кітапта және қосымша информациялар бар, медициналық осмотр, прививка жөнінде және баланың тамақтану жөнінде, мысалы таблицалар берілген, халықаралық стандарттар бойынша, халықаралық демей қой, бірақ Ресей стандарты бойынша біз көбіне сол Ресейдікіне жүгінеміз ғой. Күнделікті қанша тамақ ішу керек, қанша
ұйықтау керек деген сияқты. Бірақ әр бала өзі жеке тұлға, оның жеке ерекшелігі бар. Өзіңізге бір босанғаннан кейін де настольный книга ретінде қолдануыңызға болады. Өте практикалық кітаптар. Менімен бірге болыңыздар. Егер де осындай кітаптарды обзорын жақсы көретін болсаңыз, онда каналыма тіркеліп қойыңыз.